Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода арзан бағада геймерлік жинақтар туралы айтамын. Яғни олардың ішінде мышка, клавиатура, наушник, микрофон және мышкаға арналған коврик кіреді. Бұл заттардың кейбіреуін өзім қолданғанмын және кейбіреуін қолданбасам да сатып алуға кеңес бере аламын. Бұл товарлардың көбісі AliExpress-тен алынған. Себебі Қазақстандағы техника сататын магазиндерде арзан бағада мышка, клавиатура сатып алу почти мүмкін емес. Кейбір адамдар бұл бағада басқа жинақты сатып алуға болады деп айтуы мүмкін. Соларға жауабым: бұл жинақта тек мен қолданған және мен кеңес бере алатын заттар ғана. Это переход, короче. Ең бірінші біз мышкамыздан бастайық. Бұл мышканың аты Bloody V7. Осы мышкамен мен 3 жыл бойы қолданып келе жатырмын. Және де бұл мышкадан ешқандай минус ештеңе көрген жоқпын. Себебі бұл мышка мен үшін идеальный мышка деп санасам болады. Бұл мышканы кейбіреу жамандауы мүмкін, бірақ бұл мышкадан артық мышканы сол жылдары мен тапқан жоқпын. Бірақ қазірде бұдан мықтысы бар деп ойламаймын. Бірақ бір өкініштісі, мышканы производстводан алып тастады. Яғни бұндай мышкалар енді сатылмайды. Бірақ осыған ұқсас мышканы мен AliExpress-тен арзан бағада таптым. Көк түсті мышка, бірақ форма жағынан осы Bloody V7-ге қатты ұқсайды. Сондықтан осы мышканы алуға кеңес беремін. Себебі формасы бәрі осыған ұқсайды. Форма жағынан айтатын болсақ, Bloody V7 ол өте ыңғайлы мышка. Бірақ өкінішке орай мен ол кезде AliExpress-тен товар заказ бере алмағандықтан бұны мен Қазақстандағы техника сататын магазиндерден алдым. Бірақ әрине әркімнің қолы әртүрлі, сондықтан әркім өзі біледі. Бірақ сонда да осы товардың ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Келесі кезекте ол коврик. Коврикті енді арзан бағадағы ковриктерді алуға болады. Бірақ коврикті таңдаған кезде суреті бар коврик алудың қажет жоқ. Бірақ енді әркім өзі біледі. Сонда да бірақ суреті бар ковриктар қымбат бағада болады. Мен описанияға бір ссылканы қалдырып кетемін. Осы ковриктің суреті жоқ, және де арзан, және де бұл үлкен коврик. Бірақ ковриктің ең басты қызметі ол ыңғайлы болу керек, және де размері барынша үлкен болу керек. Келесі кезекте ол наушник. Себебі наушникті біз алған кезде наушник ол денсаулыққа да зиян болмау керек, және де бізге өзімізге де ыңғайлы болу керек. Себебі біз наушниктің дұрысын таңдамасақ, онда біздің денсаулығымызға да, құлағымызға да зиян келтіреді. Ойын ойнаған кезде де ыңғайлы болмайды. Бірақ мен сендерге осы наушникті кеңес бере аламын. Себебі бұл наушникті мен 2-3 жылдай қолданып келе жатырмын. Және де бұл наушник өте ыңғайлы наушник. Бірақ енді қазір бұл наушнигім ескірді, сондықтан бұл наушникті мен қолданбаймын. Бұл наушниктің минустары мен плюстары да бар. Мысалы, бұл наушниктің минусы, оның бас жағында губкасы ыңғайсыз. Бірақ оған қарамастан бұл наушник басқа ыңғайлы тұрады. Бірақ енді әркімнің басының пішіні әртүрлі болғандықтан мен ешкімге тура осы наушникті ал деп айта алмаймын. Бірақ маған ыңғайлы болғандықтан осы наушникті алуға кеңес бере аламын. Бірақ соған қарамастан бұл наушниктің бағасы өзінің качествосына сай. Яғни музыка тыңдаса да, ойын ойнаса да өте ыңғайлы. Себебі музыка тыңдар кезде бұл наушниктің жетерліктей басы бар. Ал ойын ойнаған кезде бұл наушниктің екі құлағы да чувствительный. Сосын наушниктің тағы бір минусы, бұл наушниктің микрофоны қолданбай қойсаң да болады. Бұл наушниктің микрофоны полный говно деп айтсам болады. Бұның орнына басқа микрофон алуға болады. Мына микрофонды кеңес бере аламын. Әрине бұл микрофон менің өзіме де келген жоқ, бірақ мен бұл микрофонды заказ беріп қойдым. Егер микрофон келсе, міндетті түрде осы микрофонға обзор түсіремін. Бұл наушник пен микрофонға екеуіне де ссылка описанияда. Енді келесі кезекте клавиатура қайда деп кейбіреуім айтуы мүмкін. Мен сендерге клавиатураны көрсете алмаймын, себебі клавиатура менде жоқ, өйткені менде ноутбук. Бірақ бір клавиатураны кеңес бере аламын. Бұл клавиатураның аты SK80. Бұл клавиатура өте ыңғайлы, және де RGB подсветкалармен болады. Клавиатура механический емес, бірақ та кейбір механический клавиатуралардан өте тез, және де дауысы қатты шықпайды. Дауысы қатты шықпайтын клавиатуралар мен үшін өте ыңғайлы. Сондықтан осы клавиатураны кеңес бере аламын. Бұл клавиатура AliExpress-те 20 000 теңгеден сатады. Яғни айтқанда клавиатураны кейбіреу қымбат деп ойлауы мүмкін. Бірақ енді бұдан арзан клавиатура алатын болсаңдар, ала беріңдер, бірақ мен сендерге кеңес бермеймін. Себебі 20 000-нан арзан клавиатуралар көбісі говно болып келеді. Сондықтан SK80 деген клавиатура өзінің бағасына өте ыңғайлы, өте қарапайым, және RGB подсветкалармен кейбір механический клавиатуралардан тез, бірақ бағасы өзіне сай. Яғни бұл клавиатура мен сендерге кеңес беремін. Әрине ссылкасы описанияда. Бүгінгі видеода геймерлерге арналған ыңғайлы клавиатура, мышка, микрофон, наушник туралы айттық. Яғни бұл товарлардың бәрі AliExpress-те. Егер де осы товарлардың біреусін заказ беретін болсаң, немесе заказ берген болсаң, онда комментарияға жазып кет. Ал егер осы видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Давай, короче.